Ашхабад қаласындағы Қазақстанның білім күндерінің көрмесі аяқталды. Халықаралық бағдарламалар орталығы Түркменстан астанасындағы шараның нәтижесін жоғары бағалап отыр. Себебі 3000-ға жуық түркмен оқушысы Қазақстанның білім жүйесіне қызығып қана қоймай, бірқатары нақты таңдауын жасаған. Ауқымды көрменің қорытындысы қандай? Нәтиже ақталды ма? Ашхабадтан тілшіміз Жазира Досмағамбет айтсын. 2 күн бойы білім көрмесіне келушілер бір сәтке толастаған жоқ. Ұстаздар мен оқушылар әр оқу орнына асықпай тоқтап, жан-жақты мәлімет алуда. Сахрагүл Анасахатова 10-шы сынып оқушысы. Десе де білімге құштар жас өрен көрмеге арнайы сұранып келген. Мен Қазақстанның білім көрмесі өтіп жатқанын бүгін аяқталатын жоғарғы сынып оқушыларынан естіп қалдым. Әдейі келдім. Аудармашы болуды армандаймын. Оқу орындарын түгел көріп, Сүлейман Демирел атындағы университетті таңдадым. Еліміздегі жоғары оқу орындарында ағылшынша арнайы бағдарламалар енгізілуде. Шет тілдерінде дәріс оқитын профессор оқытушылар саны артып келеді. Енді ғылыми зерттеу бағыты да әлемдік талаптарға сай болуды көздейді. Осы бағыттар Түркменстан тарапын қызықтырып отыр. Бізде өзге мемлекеттерден білім көрмелері жиымдастырылады. Жастарымыз шетелде оқуды мәртебе ғана емес, сапалы әрі озық білім алудың көрсеткіші деп біледі. Қазақстан өткізген шараға оқушылардың ерекше қызығушылығы бар екенін аңғару қиын емес. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше елімізде 130 жоғарғы оқу орнында 600 мыңға жуық студент оқиды. Олардың 13 мыңнан астамы шетел азаматтары, соның 1300-і түркмен жастары. Көрме мақсатының бірі осы көрсеткішті ұлғайту. Біздің Қазақстан университеттерінің беріп отырған дипломдары бұл әлемдік стандартқа сай келе ме? Бұл дипломдармен ары қарай қаншалықты өздері нарықта сұранысқа қабілетті қызметкер бола алатындығын осындай сұрақтарды көп қойылып отыр. Біз енді осындай 2 күндік көрме нәтижесінде әрбір университетінің, әрбір Қазақстан университетінің неге жетіп отырғандығын, оның қандай дәрежеге жетіп отырғандығын көрсеттік. Бойына білім, зердесіне ғылым жинауды мақсат тұтқан 3000-ға жуық түркмен жасы 2 күн бойы осылайша Қазақстан көрмесінің басты мейманына айналды. Оқушылардың мақсаты айқын, ең үздік білімді жинау. Ендеше біздегі жоғары оқу орнын таңдай отырып, білімді де ынталы жастар Қазақстан мен Түркменстанның берік байланысын одан әрі бекемдей түсері анық. Жазира Досмағамбет, Қанат Жұмабеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркменстан, Ашхабад.